ешкімге айтпаңыздар. Қараңыздар. Қойдың еркегі қошқарға біздің мемлекетімізден, өкіметтен субсидия төленеді 150 мың теңге. Ол шетелден келген қошқарға. Айғырға байқұсқа төленетін 100 мың теңге. Мемлекеттік субсидия, қолдау. Бұқаға төленетіні 150 мың теңге. Ал мына шошқаға қанша төленеді деп ойлайсыздар? Қанша деп ойлайсыздар? Қараңыздар, есептеп беремін. Бір шошқаның айғыры, бір аналық бас шошқаны ұрықтаған үшін 40 мың теңге, бір аналық шошқаны шығарған үшін. Ал бір шошқаның айғыры қанша аналық шығарады деп ойлайсыздар? Қараңыздар. Әрбір аналыққа 40 мың теңге, бір шошқаның айғыры 200 бас шошқаның ұрғашысын шығарады екен. Ал мынаны 40 мың теңгені 200-ге көбейтсеңіз қанша болады? Қараңыздар, нолын шатастық қамаңыздар. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 8 миллион теңге бір шошқаның айғырына. Ешкімге айтпаңыздар. Бұндай шошқаны қолдайтын мемлекет әлемде жоқ. Қазақ елі. Бай болыңыздар. Шошқа ұстаңыздар. Так, стоп. Ұмытып кеттім ғой. Тағы да. Шошқа жылына 2 рет торапайлайды. Сондықтан мынаны көбейтеміз 2-ге. 16 миллион теңге бір шошқаның айғырына. 6.